сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар? Жоғары деңгей 44-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы әлем тағамы алдыңызда. Грамматикалық тақырыбы келісу, растау, мәнді қыстырма сөздері. Екен, көмекші етістігі. Грамматика ережемен танысыңыз. Сөйлемнің құрамында тұрса да, басқа мүшелермен грамматикалық байланысқа түспейтін мүше оқшау сөз деп аталады. Оқшау сөздің 3 түрі бар: қаратпа сөз, қыстырма сөз, одағай сөз. Сөйлемдегі ойға жазушының, сөйлеушінің көз қарасын білдіретін оқшау сөздердің түрі қыстырма сөз деп аталады. Мысалы, біздің ойымызша бұл өте қызық кітап. Ерекшеліктері: айтушының, жазушының көзқарасын білдіреді. Басқа сөздерден оқшауланып, ерекше интонациямен айтылады. Мысалы, сіз бүгін жиналысқа келесіз бе? Әрине келемін. Көмекші етістіктер жеке тұрып лексикалық мағына білдіре алмайды. Сөзге әртүрлі грамматикалық мағыналар үстейді. Еді, екен, емес модаль сөздері көмекші етістігінен қалыптасқан. Мысалы, қорқынышты түс көрген екенмін. Тапсырма: сұрақтарға әрине, өте дұрыс, шынында, дәл солай, әлбетте деген қыстырма сөздерді пайдаланып жауап беріңіз. Мысалы, сіз қазақтың ұлттық тағамдарын білесіз бе? Әрине, қазақтың ұлттық тағамдарын білемін. Тапсырма: келіспеу, жоққа шығару мағынасындағы сөйлемдердің астын сызыңыз. Мысалы, олай емес, бұл жаттығуды былай жасау керек. Жаңа сөздермен танысыңыз. Ақ қайнар, ас мәзірі, әлбетте, әшекей бұйымдар, бекіре, гауһар тас, енгізу, жақұт, көксерке, теңіз шаяны, теңіз сорпасы, тіл үйіретін тамақ. Жаңа сөздермен сөйлем құрыңыз. Мысалы, мен дәмханада бекіре балығына тапсырыс бердім. Берілген сілтемеге кіріп, тапсырмаларды орындаңыз. Назарларыңызға рахмет.